пирогымыз дайын. Егер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда тағы да көптеген тәттілерді жасап көрсететін боламын. Қыздар, ең алдымен біздер қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге морозилкада тұрған майымыз қажет. Ұнымызға майымызды салып, үкіштен өткізіп аламыз. Енді қаймағымызға жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Екеуі бірге маста болғанша осылай араластырамыз. Ұнымызға міне осындай көлемде содан саламыз. Және қаймағымыз бен жұмыртқамызды салып енді қамырымызды илейміз. Енді осы қамырымызды жарты сағат холодильникке салып қоямыз. Қыздар, біздерге салмасына міне фарш қажет және картоп жуа қажет. Ең алдымен жуамызды 4 бұрыш етіп турап аламыз. Картошкамызды дәл солай көбіктеп турап аламыз. Енді кезекте фаршымызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Қыздар, енді міне қамырымызды екіге бөліп аламыз. Үстіңгі бөлігін кішілеу, астыңғы бөлігін үлкендеу етіп аламыз. Міне қыздар, менде асты осылай шықты, төменгі жағы. Енді үстіңгі қамырын дәл осылай жайып аламыз. Қамырымыз дайын. Енді табамызға орналастырып аламыз. Ең бірінші осылай үлкен қамырымызды астына осылай жайып аламыз. Енді үстіне фаршымызды салып шығамыз. Дөңгелек пішінге келтіріп алыңыздар. Енді осының бетіне жаңа екінші қамырымызды осылай жабамыз. Және бір-бірімен біріктіріп, осылай бір жан-жағын бәрін біріктіреміз бір-бірімен. Үстіңгі қамыр мен астыңғы қамырын бір-біріне осылай біріктіріп шығамыз. Енді жан-жағын осылай семдеп шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне
көбіне осылай күнжет себеміз. Күнжеттің өзі пирогымызға ерекше дәм беретін болады. Енді пирогымызды 150 градуста 40 минутқа отқа қоямыз. Қыздар, пирогымыз дайын. Егер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда тағы да көптеген тәттілерді жасап көрсететін боламын.